Негізі мал дәрігері факультетті 65 жылы бітірдім. 1965 жылы Семейден. Семейден бітірдіңіз? Одан кейін 3 жыл. Зооветеринария ғой? Зооветеринария істеген бар Семейдің атақты. Одан кейін 3 жыл қызмет істедім, елге барып. Мен өзі Ақсу, Жетісудың жігітімін. Арасан деген жерде Қапал-Арасан сонда қызмет істедім. Қайтып аспирантураға түсіп, аспирантура бітіріп, доценттік алып, Семейде істеп жүрген кезімде бір жағдайлармен осында ауыстым. 78-де. Квартира үшін. Осында ауысып, доценттік, атақ, кандидаттық бәрі бар. Осында ауысып, осында квартира алып, жұмыс істеп, доцент болдым, кафедра меңгерушісі болдым. 5 жыл декан болдым ветеринар факультетте. Одан кейін проректор болдым осы институтта. Содан кейін 2001 жылы пенсияға шыққам жоқ. Кішкене институтта істеу деген кішкене одно и то же деп производство қайта шығып кетті. Өйткені Алматыдан ветеринарный зертхана көшіп келді. Маңайда Аусыл деген ауру шығып, мені тауып, мен мамамын сол жөнін шақырып болмай, соған ауысып кеттім. Референтный центр деген Көктал деген жерде лаборатория бар. Соған ауысып, соны істедім. Соны істедім, кейінгі 10-15 жыл киікпен айналысып жүрмін. Киік. Осы интернетте клещи, сайгаки деген 2 сөз тапсаңыз, мен туралы неше түрлі статья бар. Сол? Жалпы енді жарайды, ол сіздің ғылыми бағытыңыз жаңа қазіргі, ол киік. Енді жалпы университеттің ардагерісіз. Ардагер ретінде шақырып. Ол семья жағынан қарағанда, былай мен ерте үйлендім. 19-да үйлендім. 20-да әке болдым. 41-де ата болдым. 64-те баба болдым. Немере, шөбере бәрі бар. Құдайға шүкір. Енді мұнда істегенім енді бір ойдан мен жастайынан партияға өтіп болдым. Институтта жүргенде 19-20 жаста член КПСС болып өтіп болдым да, сол көмектескен болу керек. Әмбе орысша жақсы сөйлеймін, орыс мектебін бітіргем, мұнда жақсы өсіп кеттім. Қолым декан, проректор, ешқандай не жоқ. Шектеу болған жоқ? Шектеуден бұрын крыша деген жоқ, таныстық, құдандық ешкім жоқ, ешкім танымаймын. Бірақ сондай қызмет істеп кеттім. Соңын 2001 жылы, бірақ сол өзім ойладым да, қайтадан неге ауыстым? Производствоға. Көп тәжірибе алдым. 2 лаборатория құрдым. Ондай лаборатория қазір жоқ. Әртүрлі малдың еті мен терісінен, сүйегінен қандай мал екен браконьерлер ұстайды ғой. Айтады, мүшектегі мен өз етім, қойдың еті жер. Ол қойдық емес, бұл бұландықы, бұл бұғынықы, бұл сайғақтық, бұл арқыртып дәлелдеп беретін еңбек жаздым. Тамаша. Енді аға, мұна қазіргі енді өзіңіздің істеп кеткен, еңбек сіңірген университетіңіз жайында айтайықшы. Университетті қазір әлде көзіңіз қырағы, құлағыңыз түрік болатын шығар бұған университетке. Енді оған айтатын бір ауыз сөзім бар. Қазір жағдай өте жақсы. Материальный технический дейді ғой, орысша айтқан, қазақша айтқанда құрал жабдықтар, ақша жағы жеткілікті, санитарный состояние бәрі күшті. Бірақ факультетте ылғи қыздар оқиды. Ылғи қыздар оқиды, олар ауылға бармайды. Ауылда мардагері жетіспейді. Ол қыздар айтып институт бітіруші оқиды. Баратты институт бітіргеннен кейін секретарь, референт, андай-мындай, менеджер, продавец болып кетеді. Ол үшін ауылдан жастарды шақырып, заказбен оқыту керек. Заказбен, ауылын әкімдігімен заказбен, не айтпесе аудан әкімдігі, облыс әкімдігі, әйтпесе крупный фермерлер, малдар керек жетіспейді. Жоқ. Зарплата аз, жұмыс ауыр, өте ауыр. Етік киіп, боқпын үстіне жүріп, анау малды егу, ауырған малды жарып сою, диагноз қою, елді малды сақтап қалу, ол оңай нәрсе емес. Диагноз дұрыс қойылмайды қазір. Маман жоқ. Сол жағымен көңілім толмайды. Дұрыс. Ал, ол маман дайындау жағы. Енді қазіргі жалпы университетіміздің алып жатқан бағыты қалай сіз үшін? Алып жатқан бағыт жаман емес, жақсы. Осы қазір жүргендердің бәрі менің студенттерім. Жаңа Абдрахманов, Омайқанов дегендер, анда тағы Абдрахманов бар, бәрі менің студенттерім. Докторский қорғап алды, ғылым жағында да күшті, бәрі жақсы. Бірақ
практика жоқ. Ал енді бүгінгі кеш туралы айтсақ. Енді бүгінгі кеш өте жақсы өтті. Қазір бұрын біз келіп жүргенде кісілер аз болатын. Ол кезде ардагерлер деп 70-80 екендер ғана келеді, қалғандар келмейді. Қазір пенсия шыққан бәрі келген сияқты. Халық көп болды. Әмбе оның үстіне мынау Бараева институтын қосып алыпты, анау Шевказдағы институт қосып алған, содан кейін анау Көкшетаудағы мына орман халық көбейген сияқты. Көрдіңіз ғой, ардагерлер көбейген. Ал енді біз қатарлы ардагерлер бірең сараң қалды. Жаңа Балтин деген ақсақал, Жасқарасын дөт сияқты. Содан кейін тағы да жаңағыда мен Шепетков деген ең үлкен адам Шепетков Николай Гаврилович 89 екен қазір. Ең үлкені мен қалдым дейді. Ең үлкен. 90-ға аяқ басым. Сондай жағдай. Бәрі жақсы. Жалпы тілек айтсаңыз енді. Өзіңіздің университетіңізге тілегіңіз, жастарға тілегім айтқаным, университет өсе берсін. Бұл негізі Целиноградский самый хороший институт деген болған. ЦСХИ-ді расшифровкасы Целиноградский самый хороший институт. Вообще, жасап алдық. Союзда 105 ауылшаруашылық институт болды, соның бірінші 10-ығына кіретін. Әр мемлекетте бар ғой, Башкирский, Казань, соның 10-ыққа кіретін. Өте факультеті көп, бұған көп еңбек сіңірген Генделман. Генделман деген 24 жыл ректор болды, өте күшті адам болды. Мен сол кезде істедім бірге. Генделман емес, одан Сағадиев келе қалды. Ол да күшті болды. Өте жақсы көтеріп кетті. Қазір жағдай жаман емес, жақсы. Өте жақсы. Заманда жақсы қазір. Егемендік бар. Егемендік бар. Істейм дегенді істейміз. Жалтақтамаймыз, Москваға жалтақтамаймыз. Бір мәселе шешу үшін Москваға қараймыз. Қазір егемендік бар, пожалуйста. Жұмыс істе, ерінбе, теккен жалқаулық болмасын.